Қазақтың ұлы ғалымы Шоқан Уәлихановтың есімімен аталатын білім ошағына қош келдіңіздер. Саналы ғұмырын ағартушылыққа арнаған Шоқан Уәлихановтың әр сөзі мен еңбегі біз үшін мәңгілік мұра. Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет деген керемет сөзі соның дәлелі керек болса. Осы мектептің негізін қалаудағы басты миссиясы өскелең ұрпақтың заман талабына сай бейімделе отырып, білім алу сапасын жақсарту еді. Мақсатымызды іске асыру барысында біз ең алдымен оқушылардың интеллектуалдық тұрғыда дамуына бағытталған бәсекелік орта керек екенін ескердік. Сәйкесінше мектепке арнайы іріктеуден және бірнеше кезеңнен тұратын емтиханнан сүрінбей өткен ең үздік оқушылар ғана қабылданады. Сонымен қатар дарынды балаларға арналған тегін оқу гранттары да қарастырылған. Осылайша 11-ші сыныпты аяқтаған оқушылар армандаған оқу орында білім алуға мүмкіндік алады. Қай заманда да өркениеттің өрлеу интеллектуалды қабілетін негізінде жүзеге асатынын білесіздер. Мектебімізде математика, физика секілді нақты ғылымдармен қатар химия, биология, гуманитарлық бағыт және заманауи сұранысқа ие информатика пен робототехника пәндері тереңдетіп оқытылады. Айта кетерлік тағы бір жайт. Мұнда тіліміз бен тарихымызға, өнеріміз бен мәдениетімізге басымдық беріліп, өскелең ұрпақты өз ұлтына нағыз патриотты болуға тәрбиелейтін болады. Дәл осы мақсатпен білім ортамызда тарихшылар мен этнографтар үйірмесі ашылды. Алғашқы күннен бастап домбыра сабағы енгізілді. Бұл тек бастамасы ғана. Алда тағы да көптеген жобаларды жоспарлап отырмыз. Осылайша болашақта біздің мектептің түлектері әр түрлі салада жан-жақты дамыған, өмірдің оң мен солын танып, өскен саналы жастар қатарына болатынына сенімдімін. О, сколько нам ошибок трудных приносит просвещение дух. И опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Дорогие друзья, 1 сентября исполняется ровно 1 год нашей школе, частной школе имени Шокана Уәлиханова. Начало каждого процесса – это очень ответственный период. Любая ошибка или неточность могут привести к совершенно противоположным результатам. И в этом смысле я думаю, что наша команда достойно выдержала это испытание. Количество детей в школе за 1 год увеличилось с 270 до 630. Есть уже первые победы учащихся на олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях, на спортивных состязаниях. И поэтому сегодня хочется произнести слова благодарности всем членам команды. В первую очередь учителям, которым буквально на ходу в новых условиях пришлось разрабатывать новые методики преподавания. Спасибо ученикам. После долгого периода в онлайне, после каникул, им впервые пришлось сесть за парты. Огромное спасибо также родителям за понимание. Мы выражаем благодарность учредителям и основателям школы Кинесу Хамитовичу и Асель Имангалиевне за поддержку в вопросе профессионального развития кадров, а также за возможность организовать четкий, справедливый конкурсный отбор учащихся. Как вы видите, дорогие друзья, за 1 год сложилась мощная, сплоченная, дружная команда. И поэтому сегодня мы с уверенностью смотрим и в далекое будущее, а также уверенно открываем новый учебный год. Дорогие друзья, поздравляю всех вас с началом нового учебного года.